Бисмилля қыздар, бүгін сіздермен осындай қытырлақ, жеген сайын жегің келе беретін өте жұмсақ, қамырлары қатпар-қатпар болып тұратын самсаның рецептісімен бөлісемін. Ол үшін алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су, тоз және ашытқымызды салып араластырып, үстінен ұнды салып қамыр инеміз. Қамырымыз біздің осындай болуы қажет, бетін жауып көтерілгенше қоямыз. Көтерілген қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Екеуін де үлкен-үлкен екі зуалай етіп жайып аламыз. Арасына сармайды ертіп жақсаңыздар болады. Мен тоңмай мен ағмайды ертіп жақтым. Біріншісі майлап болған соң үстіне екінші зуаланы қойып, дәл осылай майлап орап шығамыз. Орап болған соң холодильникке 1 сағатқа қойып аламыз. Осылай кесеміз. Қалай кессек, солай ұнға бір малып, ортасынан шетіне қарай тарта отырып жаямыз. Сол кезде қатпарлары анық көрінеді. Салмасын салып түйіп, бетіне маскасын жағып, күнжіт дәндерін сеуіп, алдын ала қыздырылған пеште осылай пісіріп аламыз.